Қайырлы күн, қыздар, қыз-келіншектер. Бүгін сметанник жасаймыз, шоколадный. Оған керек заттар: сливочное масло, бір жұмыртқа, 150 грамм құмшекер және ұн, жарты қасық разрыхитель жетеді. Жұмыртқа мен құмшекерді жақсылап араластырып алып, үстінен ұнды саламыз. Ұнның үстіне жарты қасық және разрыхителіміз саламыз. Содан кейін сливочный масламыз саламыз. Менде пампушка, міне көріп тұрғандай. Бәрін жақсылап араластырып, не қатты емес, не жұмсақ емес, орташа тесто илеп шығарамыз. Тестаны 15-20 минутқа холодильникке жібереміз. Тестамыз холодильникте тұрғанша ішіне начинкасын дайындайтын боламыз. Тестамыз холодильникте дайын болғанша начинкасын жасаймыз. 2 жұмыртқа керек, вареный сгущенка керек 2 қасық, 4 қасық сметана үлкен қасық, және де какао порошок. Бәрін жақсылап араластырып қоямыз. Содан кейін тестаны алып, холодильниктен өзіміздің формамызға салып, жақсылап осы дайын болған начинканы құйып, 180 градуста әселпеште пісіретін боламыз. Енді әркімнің әселпеші әртүрлі, біреу 200 градуста пісіреді, әркімдікі пештеріңізге қарай пісіресіздер өздеріңіз. Сіздерге сәттілік, бізге ас болсын. Мощный, сочный пирогымыз дайын, сонымен шоколадный. Астарыңыз дәмді болсын. Қонақтарыңызды күте берсеңіздер болады.